Баршаңызға қайырлы күн достар. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай үлпілдек цезарь салатын дайындаймыз. Керек заттарды описанияға жазып қоямын. Ал бисмилля деп кірісейік. Ол үшін мен алдын ала капустаны соуспен араластырып алдым. Соны жақсылап тарелкаға орналастырамыз. Барлық ингредиенттерді алдын ала турап алдым. Оның бетіне черри помидорын қойып шығамыз. Черридің үстіне тауықтың төс етін қоямыз. Мен осындай қақталған түрін пайдаландым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша суға қайнатылған төс етті де пайдалансаңыздар болады. Осы қақталған төс етімен негізі өте дәмді болады екен. Бізге осылай ұнады. Және осындай сухари пайдаландым мен, хрустимнің. Ал сіздер сухариді өздеріңіздің қолдарыңыздан жасап алсаңыздар да болады. Ол үшін багет нанын алып, өздеріңізге керек ұсақ бөліктерге бөліп, духовкада кішкене қақтап алсаңыздар болады. Және бетіне ұсақтап тұралған сырды септім. Осындай цезарь деген соусты бетіне аздап сеуіп қоясыздар. Көп себудің қажеті жоқ, себебі капуста осы цезарь соусымен араластырылған. Қандай мен пайдаланғанды көрсеттім. Мен достар, бетін сәндеу үшін жұмыртқа және тауықтың төс етін қайтадан пайдаландым. Және бетіне черри помидорларды қоясыздар. Мен оны қоймаппын, қойған түсірілмепті. Осындай болып шығады. Жасап көріңіздер. Ас болсын.